Құрметті әріптестер, бүгін қазақ тілі сабағынан біз көру диктантын орындаймыз. Көру диктантына байланысты мен зат есімдердің суреттерін шығарып келдім. Бұл жердегі қолданылатын әдіс тәсілім үнсіз диктант әдісі. Көру диктанты болғандықтан оқушыларға түсінікті болсын деп мен мынандай көздің суретін дайындадым және ортасын қиып қайшымен дайындап қойдым. Оқушыларға зат есімнің суреттерін осы көздің ортасына көрсете отырып дәптерге орындайды. Мысалға, гүлді көрсеттік, оның төбесіне сұрағын қояды. Атаны көрсеттім, төбесіне кім деген сұрағын қояды. Және осылай арғарай бірнеше суреттерден жалғаса береді. Шырша не деген сұраққа жауап береді, соның төбесіне өздері сұрағын қоя отырып орындайды. Бұл әдіс тәсілді тек қазақ тілі сабағында емес, басқа да пәндерде ұстаздың шеберлігіне байланысты қолдана беруге болады. Бұндағы мақсатым оқушылардың есте сақтау қабілетін дамыту және сабырлыққа шақыру. 1, 2, 3. Siquiera un momento, no quiero perder el tiempo. Tú sabes que te quiero a morir, que no soy de aspavientos y que me gusta el lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa, voy dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ahí pégate sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu